Мамыр әженің ертегілері. Сәлеметсіңдер ме балақайлар? Сәлем достар. Келіңдер балалар, экранға жақын отырыңдар. Мамыр әжелерің бүгін қызыл телпек ертегісін оқып береді. Мен ертегіні бастамас бұрын біздің арнаға тіркеліп, видеоларға лайк басып отырыңдар. Ал құлындарым, сендер жайғасып отырып алыңдар. Олай болса мен бастаймын. Ертеде, ешкі жүні бөртеде, қырғауыл жүні қызыл екен, құйрық жүні ұзын екен. Баяғыда бір кішкентай қыз болыпты. Оның басында әдемі қызыл телпегі бар екен. Қыз телпегін шешпей киіп жүреді екен. Сол себепті жұрттың бәрі оны қызыл телпек деп атап кетіпті. Қызым, мына телпекті саған өз қолыммен тоқыдым. Саған ұнайды деп ойлаймын, қызым. Қандай әдемі телпек. Иә әже, маған қатты ұнады. Үлкен рахмет. Бір күні анасы бәліш пісіріп, қызыл телпекке анасы: «Қызым, мына бәліш пен майды әжеңе апарып бер. Әжеңнің хәлін біліп қайт, жарай ма?» Жарайды анашым, әжемді сағындым. Жақсы болды, әжемді көріп сағынышымды басып қайтамын. Ал қызым, ай барып, аман қайт. Жолда сақ бол. Анашым, уайымдамаңыз. Қызым, сау бол, ұзақ бөгелме. 3 күннен соң қайтып кел. Жарайды Анасы анашым. қызыл телпекті орманның ар жағындағы әжесіне хәл жағдайын біліп келу үшін жібереді. Қыз еш алаңсыз орманға қарай жол тартты. Барамын, иіскеп сағынышымды басамын. Ля-ля-ля-ля. Қызыл телпек орман ішінде әндетіп келе жатса, алдынан қасқыр шығып: Әндетіп келе жатқан сұлу қыз кім болды екен? Мен қызыл телпекпін. Қызыл телпек деймісің? Қайда барасың? Әжемнің үйіне бара жатырмын. Анашым пісіріп берген бәліш пен майды әжеме алып бара жатырмын. Ал әжең қайда тұрады? Әжем бе? Ол орманның ар жағындағы ауылдың шетінде жалғыз өзі тұрады. Ол қазір сырқаттанып жатыр. Жалғыз өзі тұрады дейсің бе? Онда жақсы. Мен де сенімен бірге барып, әженің жағдайын сұрап қайтайын. Жарайды. Онда былай жасайық. Сен мына жолмен бар, осы жол сен үшін қауіпсіз. Ал мен мына жолмен барайын. Келістік. Тездетейік жігіттер, кеш болмай қайтайық. Қайтсем де қызыл телпектен бұрын баруым керек. Әжесінде қызыл телпекті де жеп бір тоятын болдым. Қасқыр қыздан бұрын әженің үйіне жетіп, әжені қызыл телпектің даусына салып: Әже, мен қызыл телпекпін. Есікті ашыңыз. «Бұл кім? Есікті қағып тұрған кім болды екен?» Әже, мен қызыл телпекпін. Есікті ашыңыз. «Қызыл телпекпісің? Құлыншағым келіпті ғой. Есіктің тұтқасының жанындағы жіпті тартсаң, есік ашылады, қарағым». Қызыл телпектің даусына салып, сөйлеп алдап, үйге кіріп: Қазір немерен қызыл телпек келеді. Сен шкафтың ішінде дыбысыңды шығармай отыр. Түсіндің бе? «Ей, құрып кеткір қасқыр, сен қайдан келіп қалдың?» Тыныш отыр кемпір. Үніңді шығарсаң сені ап деп жеп қоя саламын. Ал енді қызыл телпекті ұстап алсам, әжесі екеуін жеп, тойып, бір марқайып қалатын болдым. Әженің киімін киіп алдым, енді төсегіне жатып алайын. Қызыл телпек әжем деп ойлап қалсын. Әже, мен қызыл телпекпін. Есікті ашыңыз. «Бұл кім? Есікті қағып тұрған кім болды екен?» «Қызыл телпекпісің? Құлыншағым келіпті ғой. Есіктің тұтқасының жанындағы жіпті тартсаң, есік ашылады, қарағым». Әже, қайдасыз? Мен іштемін, әже. Әже, мен келдім. Әже, сізге анашым бәліш пісіріп беріп жіберді. Май беріп жіберді. Әже, мен келдім. Әже, неге мұрныңыз ұзын? Неге қолдарыңыз басқаша? Неге құлақтарыңыз ұзын? Сіздің түріңіз бүгін басқаша болып тұр. Мен сені жеймін. Көмектесіңдер! Кім бар, көмектесіңдерші! Кел қызым, қорықпа.
көмектесіңдер, кім бар көмектесіңдерші. Мына отын ауыр екен досым. Үйдің ішінен бір дауыс шықты, естідің бе? Иә жүр, біреу көмек сұрап жатыр. Уста, кетті уста. Ой, құтқардыңдар. Құлыным келе ғой, қорқып қалмадың ба? Әже, сізге ештеңе болмады ма? Амансыз ба? Мына оңбаған қасқырды енді не істейміз? Қандай жаза береміз? Сөйтіп отыншылардың арқасында қызыл телпек пен әжесі аман қалыпты. Ал қасқырды отыншылар өз ауылдарына алып кетіпті. Сол күннен бастап қызыл телпек анасының айтқандарын екі етпей орындайтын болыпты. Осымен бүгінгі ертегіміз аяқталды. Біздің кішкентай оқырмандар. Сендерге ертегі ұнады ма? Ұнаған болса лайк басып арнамызға тіркеліп алыңдар. Алда көп қызықты ертегілер оқып беремін. Иә достар, арнамызға тіркеліп алыңдар. Біз қуанышты боламыз. Сау болыңдар достар. Сау болыңдар достар.